Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін мен сіздермен 25 тал лампочканы бірдей аккумулятор батареясына жалғап және не болатынын көрейік. Өте қызықты көреміз. Ең бірінші бізге 25 тал лампочка керек. Яғни H4 және H7 көлеміндегі 25 тал лампочканы аламыз және аккумулятор батареясы және бізге провод керек. Ал енді жалғап көрейік. Мен сіздерді осы жаққа жасайық. 25 тал лампочканы бәрін бірдей жағып көреміз. Тексереміз, аккумулятор батареясы кете ма, немесе біздің проводтарымыз жанып кете ма. Тексереміз. Содан кейін біз және де суға салып, лампочка жана ма көреміз. Және ауада жағып тұрып, лампочканы суға салып көреміз. Не болатынын көреміз. Ал ең бірінші 25 лампочканы жерге қойып шығамыз. Және 25 лампочкамыз бізде қанша ампер ток күшін жейді? 25-ті 5-ке көбейтеміз. Яғни менде бір лампочка 5 ампер қолданады, яғни оның күші 5 ампер жейді сағатына. Және де бізде 25 лампочка 125 ампер сағатына жейді. Яғни бізде автокөлікте ондай потребитель жоқ негізі. Енді тексереміз. Проводымыз жанып кете ма, әлде бізде аккумулятор батареясы жалғау қиын бола ма? Ал кеттік. Қазір бізге аккумулятор батареясы және провод керек. Аккумулятор батареясы. Және кішкене безопасность жағынан қарағанда бізде осылармен жалғаған ыңғайлырақ болады. Және дальше жалғаймыз енді. Енді бізге провод керек. Бәріне бір-біріне жалғау керек. Ал мен енді провод таптым. Енді жалғаймыз. Яғни бізге параллельно жалғау керек. Тізбектей емес. Біз тізбектей жалғайтын болсақ, лампочкамыз жанбай қалады. Сол үшін бізге параллельно кету керек. Ал кеттік. Бес тал лампочканы жалғап көрейік. Өте көп уақыт кетті. Бесеуін жағып көреміз. Біреуі жанбай қалды бізден. Жарайды, істеймін жағып ашты. Ал енді келесі 25 талдың бәрін жалғап көрейік, не болатынын көреміз. Ал енді біз бәрін біттік. 25 лампочканы қосып көру керек енді. Дәке кел. Осай. Не болатынын білмеймін. Ну, көреміз. Бізде міне 25 лампочканы жалғадым. Енді біз қазір дарынға қостырамыз. Қалай болатын тексер. Бақылаймыз. Дарын кішкене қорқып жатыр өзі қосуға. Қазір мен өзім қосам. Жарайды. Волнение. Елочка, загорелись. Қостым. Ал енді келесі тоқты қосу керек. Алып кеттік. Сіздер үшін. 25 лампочканы жану осындай. Арасында біраз лампочка жанбай қалды. Бізде қарап отқанда түтіндеп жатыр. Бізде көтермейді қазір. Бізде осы. Ал енді біз келесі суға тексеріп көрейік. Бірақ қайталамауыңыздарын өтінемін. Өйткені бұл опасный.
енді суға тексеріп көреміз. Ал, бәрін ағытып тастадым. Провод кішкене серіп кетті, лампочкалардың кейбірлері істемей қалды. Ал енді сіздерге сұрақ, біздің лампочкамыз судың ішінде жана ма екен, көрейік. Бағанағы бастапқы лампочкам. Судың ішіне саламын. Батып тұр суға. Сіздер қалай ойлайсыздар? Судың ішінде жана ма екен лампочкамыз? Ал енді қосамыз. Қараңыздар. Таза судың ішінде жанып тұр. Лампочкамыз судың ішінде жанып тұр. Және де істеп тұр. Қызық. Жана береді екен. Және де күйген жоқ. Әрі күй жанып тұр. Ал келесі сырттан жағып тұрып, ішіне қайтадан салып көреміз. Не болады екен көреміз. Енді сыртқа жағып қойдым, қазір кепсін. Бірақ судың ішіне салсам, қазір мен лампочкам жарылып кететін сияқты негізі. Теория бойынша. Бізде ыстық затты суыққа салсақ. Ал енді лампочкамды мен қыздырып жатырмын. Енді суық судың ішіне салсам не болады қызған лампочкамыз. Айту өте қиын. Қазір мен сіздерге ар жақтан көрейін. Өзім бұндай кезде сақтық шараларын қолдану керек. Яғни қазір ол жарылуы мүмкін. Көреміз. Ал енді қорғанамыз и суға саламыз. Қызды бізде лампочка жеткілікті. Мен ойымша қазір істен шығатын сияқты. Тексереміз. Ойлаймыз. Және де саламыз. Бізде жарылды лампочка. Істен шықты. Яғни бұлай істеуге болмайды. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.